Бүгін сіздермен ең оңай дайындалатын торттың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізге миксерде, блендерде, духовкада қажет емес. Ең бірінші бір жұмыртқаны саламыз, оның үстіне сгущенканы қосамыз. Екеуін жақсылап араластырып алу керек. Одан кейін ұн қосамыз. Бір шай қасық қопсытқышты қосып, барлығын жақсылап араластырып, қамыр иіліп алу қажет. Қамыр дайын болған соң бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Мен 8 бөлікке бөлдім. Дөңгелетіп жайып аламыз. Одан кейін табамызды қыздырып алып, ешқандай да май құймаймыз. Қамырды осылай екі жағынан пісіріп алу керек. Қамыр дайын болған соң формамызды алып дөңгелетіп осылай кесіп алу керек. Енді крем дайындап аламыз. Ол үшін бізге майлығы 20-25% аралығындағы қаймақ қажет. Сгущенка екеуін араластырып, крем дайындаймыз. Енді тортымызды жинаймыз. Тортты 7-8 сағат тоңазытқышта ұстаймыз. Сонда кремі жақсы сіңіп, өте дәмді болып шығады. Қалауымызша әсемдейміз. Тортымыз дайын.